Данияр Сүлейменов, ең бақытты ел. Бақытты болыңыз. Абай атамыз бір өлеңінде, әуелі мүмін болсаң, иманды бол. Пендеге иман өзі ашады жол дейді. Демек, адам баласына көптеген игіліктің жолын ашатын иман. Сіз иман арқылы айналаға басқа көз қараспен қарай бастайсыз. Яғни әр нәрсені фәни дүниенің тар шеңберімен емес, ақырет атты шексіз әлемнің мәңгі өмірдің өлшемімен өлшейтін боласыз. Бір Аллаға иман келтіріп, оны еске алумен жүрегіңіз жай табады. Көптеген ғалымдар бақыт деген жүрек тыныштығы дейді. Ал жүрек тыныштығына жетудің ең негізгі жолы иман. Бұл ақиқат Құранда былайша баяндалады. Міне солар, иман келтірген әрі Алланы еске алу арқылы жүрегі жай табатын ізгі жандар. Ендеше біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып, толық қанағаттанады. Рағид сүресі 28 аят. Өміріңізді ұлы мақсаттарға негіздеу арқылы жарқын болашаққа нық қадам басыңыз. Ол үшін бүгінгі күніңіз пайдалы істерге толы болсын. Себебі пайдалы іске толы бүгінгі күніңіз ертеңгі бақытыңыздың кепілі. Кітаппен дос болыңыз. Кітап нағыз адал дос. Ол сізді ешқашан сатпайды. Сізге тек қана пайда келтіреді. Ой өрісіңізді кеңейтіп, өмірге деген көз қарасыңызды жақсартады. Адамның өзіне деген сенімін арттырып, замана көшінен қалмауға жәрдемдеседі. Өзіңізді мына ғажайып әлемді танытатын да кітап. Оқылатын кітап пайдалы кітаптардан болсын. Пайдасыз кітаптан бас тартыңыз. Өзіңізге ұнайтын спорт түрін өміріңіздің бір бөлшегі етіп алыңыз. Өміріңізде бос уақыт болмасын. Бұл сізді жалқаулықтан, еріншектіктен тосады. Әдемі формаңызды сақтап жүруге де көмектеседі. Өміріңіз бір қалыпты, монотонды болмасын. Демалыс күндерін, бос уақыттарды ұтымды пайдалана біліңіз. Күйеуіңізбен жиі серуендеуге шығыңыз. Шамаңыз келгенше өміріңізге жаңалық енгізіп тұрыңыз. Ұқыптылыққа, тазалыққа қатты мән беріңіз. Бұл сіздің көркіңізге көрік сыйлайтын фактордың бірі. Қандай да бір қателікке бой алдырсаңыз, Алланың өте кешірімді, әрі мейірімді екенін ұмытпаңыз. Бұл ақиқат Құранда былай баяндалады. Сондай-ақ, олар жағымсыз іс істегенде немесе күнәға батып, өз-өздеріне қиянат жасағанда бірден Алланы еске алып, күнәлары үшін кешірім сұрайды. Күнәларды Алладан басқа кім кешіре алады дейсің? Сондай-ақ, олар бір рет істеген күнәні әдейі қайта-қайта істемейді. Олардың алатын сыйы, қарымы, Раббыларының кең мейірім мен жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білгенін іске асырып, игілікті істер атқарғандардың алар сыйы неткен ғажап десеңізші. Әли Имран сүресі 135-136 аяттар. Адамдарға жақсылық жасаңыз. Басқаға шынайы ықыласпен жақсылық жасау адамның өмірге деген құлшынысын арттырып, Алла алдында мол сауапқа кенелтеді. Өзгелер үшін қам жеген адам өз басындағы қиындықтарды ұмытып кетеді. Ешкімді ренжітпеуге және өзіңізді де ешкімге ренжітпеуге тырысыңыз. Сонда өмір сүріңізде өте жеңіл болады. Қолда бар нығметтің қадірін біліп, Аллаға шүкір етуді үйреніңіз. Жаман ойға берілуден сақ болыңыз. Жаман ойға көп берілетін адам өзінің айналасына да жаман көзбен қарай бастайды. Ойыңыз жақсарса, өміріңіз де жақсара түседі. Психолог мамандар адам өзінің кім екенін білгісі келсе, ойлап жүрген ойына қарасын дейді. Жақсы ойда болыңыз. Басыңызға қандай да бір қиындық келсе, ұмытпаңыз. Қиындыққа тап болуда сіз жалғыз емессіз. Барлық адам өмірде белгілі бір қиындыққа тап болады. Әр адамның өзіндік проблемасы бар. Сіз одан да сол қиындықтан шығудың жолын қарастырыңыз. Күнә атаулыдан барынша сақтаныңыз. Себебі күнә қиындық пен түрлі пәле атаулының қайнар көзі. Басқалар сізді түсінгенін қаласаңыз, сіз де оларды түсінуге тырысыңыз. Адамда бар кемшілігімен қабылдай біліңіз. Өйткені сіз де кемшіліктен ада емессіз.
Жарқын жүзді, жомарт болыңыз, себебі бұл екеуі адамға шаттық сыйлайды. Бойыңыздағы кемшілік пен артықшылықтарды таныңыз, сол арқылы бойдағы кемшілікті түзетіп, артықшылықты одан сайын дамытуға күш салыңыз. Қай іске ыңғайыңыз бар болса, сол іс арқылы өзіңізге де, басқаға да пайда келтіруді көздеңіз. Өміріңізді ретке келтіріп отырамын десеңіз, бір сәт жеке қалып өзіңізден есеп алыңыз. Абай атамыз бұл жайында өзінің 15-ші қара сөзінде: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзінен есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірдің қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды? Күніңді өзің өкінбестей қылықпен өткізіп білсің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппасың, дейді. Қалтаңызда кішкентай қойын дәптеріңіз болсын. Өмірден түйгеніңізді, көрген білгеніңізді, тың ойларыңызды жазып қоюға жақсы. Мұның өзі адамға ермек болатын дүние. Әсіресе тың ойларыңызды жазып отырыңыз, өйткені ол ой екінші мәрте қайтып келмеуі мүмкін. Тіліңізге сақ болыңыз. Адам баласының 10 қателігінің 9-ы тілден. Мені осыны ұмытпаңыз. Бір хадисте кімде-кім Аллаға және ақыретке сенсе, көршісіне жақсылық жасасын. Кімде-кім Аллаға және ақыретке сенсе, қонағын сыйлап күтсін. Сондай-ақ кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иланатын болса, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін делінген. Алланың бергеніне шүкір етіп, қолда бардың қадірін біліңіз. Қолда жоқ нәрсеге бола уайым жемеңіз. Өмірде бәрі бірден бола бермейді. Ол үшін сабыр қажет. Өзіңізге ұнайтын, өзіңіз жақсы көретін адамдардың қасында болуға тырысыңыз, және оларға жақсы көретініңізді білдіріңіз. Өзіңізге ұнамайтын адамдар жайында жаман ойға беріліп, уақытыңызды алып, өміріңізді құртпаңыз. Ол адамдар бәрібір сіздің олар жайында не ойлап жүргеніңізді білмейді. Айналып келгенде зиянды өзіңіз шегесіз. Кейде өзіңізге ұнамаған нәрседен сіз үшін қайыр бар, ал жақсы деп ойлаған нәрсеңізде қайыр болмауы мүмкін. Бұл ақиқат Құранда былайша баяндалады. Қайдан білесіңдер? Бәлкім ұнатпаған нәрселердің түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ, ұнатқан нәрселерінің түбінде өздерің үшін зиянды болуы бек мүмкін. Ақиқатын Алла біледі. Сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят. Сіз тойып тамақ жейсіз, өмірде қаншама адам аш-жалаңаш жүргендер бар. Тыныш ұйықтайсыз, өмірде тыныштыққа зәру жандар қаншама. Жып-жылы баспанада тұрып жатырсыз, өмірде далада қонып жүргендер қаншама адам бар. Сіздің бала шағаңыз бар, өмірде бір балаға зәру болып отырған жандар қаншама. Сіздің ата-анаңыз бар, өмірде қаншама жетімдер бар. Алла сізге иман байлығын нәсіп етті, өмірде иманнан нәсібін ала алмаған қаншама адамдар бар. Расында Алланың нығметі шексіз, санап тауса алмайсыз. Адам өмірдің құнын таусылғанда барып түсінеді. Өміріңізді бағалаңыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай? Қадірлі ізгі оқырман, сіздерге Данияр Сүлейменовтың «Ең бақытты әйел» кітабының «Бақытты болыңыз» атты тарауын оқып бердім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен өзім ішінде біраз нәрсені түйіп, ойға түртіп алдым. Сіздерге де пайдалы болды деген ойдамын. Ендеше менің арнама тіркеліп, мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басыңыз. Сонда келесі аудио жазбаны бірінші болып тыңдай аласыздар. Жақсы тыңдалым болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.